Қайырлы күн, құрметті оқушылар мен әріптестер, басқа да көрермендер, геокурс каналына қош келдіңіздер. Бүгін бізде енді қызық тақырып. Тақырыптың атауы бізде адам капиталының көрсеткіштері. Ауқымды тақырып. 9 сынып бойынша Назарбаев мектептерінде осы тақырып қарастырамыз. Бүгін сабақ мақсаттарына тоқталатын болсақ, бірінші адам капиталының сапасын көрсеткіштерін анықтаймыз. Соның ішінде адам даму индекс дегенімізде қандай құраушы бөліктері бар, соны тоқталып кетеміз. Одан аймақтар бойынша адам капиталының көрсеткіштерін салыстырамыз, яғни қай елде жоғары, қай елде орташа және төмен, оның себептерін анықтаймыз, неге деген секілді. Енді жалпы бастайтын болса, бірінші бізде кез келген елдің экономикасының дамуын кепілі географиялық орны мен пайдалы қазба байлық па деген сұрақ туындайды. Яғни бұл жерде айтатын болсақ, кез келген елдің дамыған, дамушы елді анықтайтын көрсеткіші осы екі факторға байланысты ма? Географиялық орын мен сол мемлекеттің жер қойнауында жатқан пайдалы қазбалы байлыққа байланысты ма деген секілді. Енді бұл сұрақты қарастыратын болса, мысалы, біреу иә деп жауап беруі мүмкін, біреу жоқ деп жауап беруі мүмкін. Мысалы, қарастыратын болса, салыстыратын болса, бұл жерде бізде Корея мемлекеттері берілген, солтүстік және оңтүстік Корея. Бұлардың географиялық орындары ұқсас, климаты да бірдей. Енді бірақ экономикасы не істейді? Экономикасы әртүрлі болып келеді. Енді соқтан тоқталып кететін болса, бұл жердегі басты экономика салыстыратын болса, басты көрсеткіштер ол солтүстік Корея мен оңтүстік Корея. Бірінші, солтүстік Кореяда жалпы экономикалық жоспарлы экономика, кеңес үкіметінің экономикасы аталады. Одан кейін бұл оқшауланған жабық мемлекет, әскери күшін нығайтты. Айтатын болса, жалпы барлық мемлекеттік бюджет осы әскери салаға көп бөледі. Одан шетелдік инвестицияны шектеген. Сонымен қатар бұл мемлекеттің саясаты халыққа идеология мен ұжымдық дамуды көздейді. Енді оңтүстік Корея бұған қарама-қарсы болып келеді. Нарықтық экономика, халықаралық қатынастар дамыды, экспорт пен технология жақсы дамыған. Яғни біз білеміз, бұлардың қаншама техникасы, автокөліктері уже әлем бойынша өз үлесін алып жатыр. Одан кейін шетелдік инвестицияны тартты. Ең бастысы бұл жерде адам капиталын дамыту болады. Енді осыған байланысты елдің экономикасының өсуі және біздегі бірінші қозғалған сұраққа жауап беретін болсақ, ол географиялық орын мен пайдалы қазбалы байлыққа емес, ол адамның капиталына байланысты. Мысалы, қарайтын болса, экономикадағы 16% ол физикалық капитал шешеді. 20% табиғи капитал шешеді. Табиғи капитал деген ол мемлекеттің пайдалы қазбалары есептеледі. Ал 64% ол адамның капиталы. Яғни адам капиталы жоғары болған сайын және мемлекетті де экономиканың деңгейін көтеретін осы адамдар болып табылады. Адам білімді болған сайын экономикада мықтырақ болады. Енді адам капиталының ұғымына тоқталатын болса, бұл адамның еңбек өнімділігі мен экономика құндылығын арттыру үшін пайдаланылуы мүмкін білім мен біліктілігі мен және дағдылардың жиынтығы болып табылады. Енді оқулықтың 112 бетінде беріледі екен, адам капиталының ұғымын қалыптасуын түсіндіреді. Яғни мәтінмен жұмыс, яғни 112 бетте бізде алғашқы абзацты оқимыз, сол жердегі оның тарихы, яғни қандай ғалымдар осы адам капиталының ұғымын енгізді, және олар қандай еңбек атқарды, соны біраз таныса кетеміз, кімдер екені. Енді ары қарай біз жүгіртейік. Бұл жерде АКТ-ны қолдана отырып не істеу керек? Төменде берілген кестедегі ақпаратты осы толтыру керек тартылған материалда. Бұл жерде берілген кесте бойынша бірінші бағанда адам капиталының деңгейі бойынша жоғарғы, орта, төмен дейді. Мемлекеттердің атауын жазу керек. Әрқайсысын екі мемлекеттен жазып шығамыз. Одан кейін не себептен мына мемлекетте жоғары, мына мемлекетте орта деңгей, одан кейін таңдаған және екі мемлекетте неге төмен деңгей, соны жазып шығамыз себептерін. Және де сол мемлекеттің жағдайы қандай. Мысалы, төмен мемлекеттегі адам капиталының жағдайына байланысты мемлекетте қандай ахуал? Яғни коррупция басым ба, әлде демократия басым ба деген секілді. Өркендеу басым, адамның құқығы қорғалған немесе білім саласы, медицина саласы жақсы дамыған деп айта аламыз ба деп. Сол сақылып салыстырмалы анализ жасаймыз. Келесі енді адам капиталының көрсеткіштерін тоқталайық. Жалпы адам капитал дегенде ол қалтасында ақшасы емес, ол банктағы ақшасы емес, ол айтатын болсақ, бұл жердегі білім көрсеткіші болып табылады. Соның ішінде айтатын болса, бірінші денсаулық көрсеткіші, бірінші білім көрсеткіші, одан кейін денсаулық көрсеткіші, одан кейін дағдылар мен құзыреттіліктері адам бойындағы, одан экономикалық көрсеткіштер және әлеуметтік көрсеткіштер болып табылады. Бірінші тоқталып кетейік. Бұл жерде білімге
қолжетімділігі, мемлекеттің саясаты. Оқытудың орташа ұзақтығы, яғни мектептегі оқу жылы неше жылды құрайды? 10 жыл ма, 12 жыл ма, 13 жыл ма деген секілді. Халықтың сауаттылық деңгейі қанша пайызды құрайтын. Одан білім сапасы. Халықаралық деңгейде бұл TIMSS және PISA емтихандары не деп анықтайды соны. Денсаулық көрсеткіштері бойынша медицинаның қолжетімділігі, өмір сүру ұзақтығы неше жас құрайды. Нәресте өлім коэффициентін есептеу керек. Одан кейін денсаулық сақтау шығындар, яғни мемлекет жыл сайын осы медицина саласына қанша ақша бөледі, соны есептеуге. Дағдылар мен құзыреттіліктер, яғни бұл кәсіби дағдылары, әр адамның қарым-қатынас дағдылары, коммуникация, аналитикалық дағдылары, цифрлық дағдылар, яғни адамның жеке немелері бойынша, қарастырылған дағдылар бойынша. Келесі экономикалық көрсеткіштер, еңбек өнімділігі, жұмыспен қамту мен жұмыссыз деңгейі мемлекеттегі. Ары қарай орташа табыс деңгейі, яғни бұл жерде жалақыны есептейді. Одан кейін жан басына жаққан кезде ішкі жалпы өнімнің көрсеткіштері болып табылады. Ары қарай әлеуметтік көрсеткіштер қарастыратын болса, бұл жерде адамның даму индексі кетеді. Одан кейін әлеуметтік мобильділік, сонымен қатар қоғамдық өмірге қатысу деңгейі, белсенді ма, белсенсіз ба деген секілді, белсенді емес па деген секілді, одан бақыт индексі. Осы бойынша біз не істейміз, талдап қарастырамыз. Жақсы, енді келесі тапсырма тоқталатын болсақ, бұл жерде АКТ-ны қолдауында төмендегі тапсырмалар орындау керек. Яғни бірінші сұрақ бойынша бірінші суретте өткен слайдта берілген сызбада тізімде халықаралық деңгейде білім сапасын анықтайтын PISA емтихан мақсаты мен маңыздылығын түсіндір дейді. Бұл емтихан бізге таныс шығар, өйткені 9 сыныптың 10 сыныптың оқушылары не істейді, уақыт өте келе 4 жыл сайын ба тапсырып отырады бұл емтиханды. Соның маңыздылығы мен мақсатын түсіндіреміз. Одан функционал сауаттылық дегенімізде қазіргі таңда бұл термин өте жиі қолданылып жүр. Одан кейін бізге не істеу керек? PISA емтиханның соңғы қорытындыларына сәйкес Қазақстан рейтингісін анықтау керек. Соның ішіндегі НАЭС мектептері қандай деңгейде? Яғни біз білеміз, PISA соңғы жылдары 2018 болды, оны 2022 болды. 22 жылғы ақпаратты не істейміз? Қорытып қарастырамыз. Рейтинг танытамыз. Жақсы, енді ары қарай жалпы функционал сауаттылыққа тоқталатын болса, жалпы қазіргі таңда бұл әр мектептерде оқу процесінде өте жақсы енгізіліп жатыр. Жалпы мына жерде көрсетілген сызба бойынша жалпы функционал сауаттылыққа және жалпы сауаттылықтан бастап шетел тілдерін меңгеруіне байланысты осындай бірнеше 8 түрлері көрсетілген. Әрқайсымен жеке танысуға болады, интернет ақпарат іздеп отыр. Енді жаңа ұғымды қарастыратын болсақ, бұл жерде адамның адам капиталын дамытуда, мысалы әлемдік қауымдастық бірнеше жыл бойы әр мемлекеттегі адам капиталының даму деңгейін талдап келеді дейді. Осы сараптаманың негізінде бізде жаңа ұғым қалыптасса, ол адамның даму индексі, ADI деп аталады. Орысша ECR деп аталады, индекс человеческого развития деп ECR деп немесе беріліп, іздейтін болсаңдар, сол іздейтіндер ақпаратты. ADI құрылымы бұл негізгі 3 компоненттен тұрады. Сол бойынша бейнелер береді, адам даму индексі бойынша қараймыз. Енді мұнда қарайтын болсақ, адам даму индексі 2022 жылғы ақпарат бойынша бұлардың көрсеткіштері 4 санатқа бөлініп, бірінші ол жоғарғы, өте жоғары, орташа, төмен. Сұрмен боялған аймақтар, ол жерде ақпарат жоқ, яғни ақпарат берілмеген деген сөз. Мұнда қарайтын болсақ, Қазақстанның деңгейі бізде өте жоғары болып есептеледі, түсу бойынша 2022 жылғы ақпарат бойынша. Жақсы. Келесі кеттік, енді ары қарай қарастыратын болса, бұл жерде практикалық тапсырма беріледі. Бұл жерде картасы сызбаны қолдана отырып, мемлекеттерді анықтап, берілген кестедегі тарату материалды толықтыру керек. Яғни әр бағанға 5 мемлекеттен жазып шығамыз. Яғни өте жоғары, орташа және төмен елдерден секілді астында берген сандық көрсеткіштер бұл ADI-ді есептейтін сандық көрсеткіш болып табылады. Оны төмен қазіргі сабақтың алдында түсіндіріп өтемін. Соңында қалай есептеледі формуласы бойынша. Енді мына жерде берген формуласы бойынша қарайтын болсақ, ADI-ді есептеу үшін 3 көрсеткіштің белгіленген мәндерінің орташа арифметикалық мәні болып табылады. Яғни мына жерде бізде берілген ақпарат қарайтын болсақ, бізде адамның даму индекс берген HDI дегені, одан LEI дегенде ол бізде күтілетін өмір сүру ұзақтығы индексі, EI деген ол білім сапасының education индекс деп тұрады. Одан кейін бұл білім сапасының индексі болып табылады, II ол бізде табыс индекс болып табылады, яғни жалпы ұлттық өнімнің көрсеткіші болып табылады. Бұл индекстер әрқайсысы 0-ден 1-ге дейін бағаланады.
яғни 0 деген ол ең төмен, 1 деген ең жоғары болып табылады шкала. Сол шкала бойынша не істейміз? Жәнегі үстіндегі 1, жәнегі 0,5, мысалы 0,8 етіп бәрін қосады да соны 3-ке бөле салады. Сол шыққан соң бізде АДИ-ні көрсеткіші болып табылады. Жақсы, келесі енді осыны анықтау үшін бізге бірінші компонент тоқталайық, ол сауаттылық деңгейі. Және біз айттық, АДИ-ді анықтайтын 3 компонент, ол бірінші сауаттылық дегеніміз адамның оқу, жазу, түсіну және ақпаратты әртүрлі жағдайда дұрыс қабылдап қолдана алу қабілеті болып табылады. Сұрақ дейді, географиялық аймақтар бойынша сауаттылық деңгейін салыстырып баға бер дейді. Мысал қарастыратын болса, сауаттылық деңгейі жоғары деген 99%-дан өте жоғары аймақтар бірінші бізде берілген аймақ, ол Норвегия, Швеция, Финляндия, Дания, Исландия, көбінесе Еуропа мемлекеттері немесе жаңағы Скандинавия елдері болып табылады, енді ар жағында Исландиямен қосқан кезінде. Енді бізде шығыста берген Жапония және оңтүстік Корея мемлекеті берілген. Бірінші топтағы бойынша білімге салынған қомақты мемлекеттік инвестициялар, ақша көп салады екен. Тегін оқу мен жоғары білімге қол жеткізу өте оңай. Және де бұлардағы қалыптасқан құндылық ол кітапты оқу, білім алу маңызды мәдени құндылықтар болып саналады екен. Оңтүстік Корея мен Жапонияда білім беру қоғамнан басты бағыт болып табылады. Бұл жердегі айтатын болса, біз білеміз, мектептегі талаптар өте жоғары, және де білім беру қатаң жүйесі қалыптасқан бұл жерде. Сонымен қатар технология даму мен жоғарғы цифрлық сауаттылық болып есептеледі. Ары қарай орташа сауаттылық деңгейі бойынша қарастыратын болса, Үндістан мен Латын Америкасы берген. Қытай және Үндістан қарастыратын болса, білім саласында үлкен мемлекеттік инвестициялар құйылуы, алайда ауылдық жерлерде білім деңгейін әлі де артта қалуы байқалады. Цифрлық сауаттылықты белсенді дамыту болып табылады. Ары қарай Латын Америкасында білім жүйесін жетілдіруде әлі де қала мен ауыл арасындағы білім сапасындағы айырмашылықтардың болуы, жастардың көбісі орта білімді әлі аяқтамаған. Яғни айтатын болса, бұл жерде не мектеп тастап кетуі мүмкін, оқымай. Келесі төмен сауаттылық деңгейіне қарастыратын болса, бұл жерде көрсеткіш 80-98% аралығында екен. Бұл жерде Африка елімен біз Ауғанстан, Пәкістан, Бангладеш, яғни Азия елдерін салыстырамыз. Енді бізде қарастыратын болса, жалпы Африкадағы негізгі мәселе ол қыздардың білім алу мүмкіндігінің шектелуі екен. Екінші мектептер мен оқу әдістемелік кешендерінің білікті мұғалімдердің жетіспеушілігі, яғни былайша айтқан кезінде мектептердің саны өте аз. Бар болса да ол жерде жаңағы кадр мәселесі бар, сонымен қатар жаңағы оқу әдістемелік базасының өте кедей болуы. Сонымен қатар бұл елдердегі кедейшіліктер мен балалар еңбегінің жоғары деңгейі, яғни бұл жерде балалар көбінесе мектептің орнында не істейді, ерте жастан бастап жұмыс істей бастайды. Ауғанстан мен Пәкістан, Бангладеште жағдай, ол әйелдердің білім алуына қатысты туындаған мәселелер. Енді бұл жерде айтып болсақ, біз білеміз, көп жағдай бұл жаңағы мемлекеттер жаңағы діни ислам мемлекеті болғандықтан бұл жерде айтатын болсақ, әйелдердің құқықтары біраз шектелген деп радикалды дінге байланысты. Келесі, білімнің мемлекеттік инвестицияның төмендігі, яғни мемлекет тарапынан білімге ақша өте аз салынады. Сонымен қатар ауылдық жерлерде сауаттылық бойынша өте күрделі мәселелер туындайды. Ары қарай қарастырайық, келесі картамен жұмыс істейді. Бұл жерде картада мен Қазақстан бойынша берген ақпарат. Келесі картада цифрлық сауаттылық көрсеткіштерін сипаттайды. Цифрлық сауаттылық деңгейіне әсер етуші факторларға Қазақстанның цифрлық дамытудағы отандық өнімдердің маңыздылығына баға береді. Бұл жерде картасы берілген. Бұл картасының атауы 6 мен 74 жас аралығындағы халықтың цифрлық сауаттылық деңгейі бойынша не істейміз, және 3 сұрақ бойынша жауап береміз. Қай облыстар бойынша сипаттаймыз, қай облыстарда жоғары, қайсысының төмен екенін анықтаймыз. Ары қарай келесі жаңағы АДИ-ның екінші көрсеткіші ол өмір сүру ұзақтығы болып табылады. Бұл жерде адамның белгілі бір елде немесе аймақта өмір сүру күтілетін орташа жылдар саны болып табылады. Енді осыған байланысты таныстыратын болсақ, 2024 жылдың ақпараты бойынша өмір сүру ұзақтығы ең жоғарғы 10 ел. Бірінші орында бізде Монако тұр екен, екінші Гонконг кетеді, одан Макао, Жапония, Австралия, Швейцария, Мальта, оңтүстік Корея, Лихтенштейн, Норвегия. Бірінші Монакодағы орташа өмір сүру ұзақтығы өмір сүру ұзақтығының ең жоғары көрсеткіші 86 жасты құрайды екен. Енді өмір сүру ұзақтығы төмен елдер қарастыратын болса, бірінші бізде Гвинея кетеді, одан Мали, Кот-д'Ивуар, одан Эстония,
Сомали, көбісі жаңа айтатын болсақ Африка мемлекеттері осы есептеледі екен. Ең төменгісі бізде Чад болып табылады екен. Яғни өмір сүру ұзақтығын ең жоғары көрсеткіш 52 жасты құрайды. Бұл деген өте төмен деңгей. Енді сұрақ, өмір сүру ұзақтығын көрсеткіштерін салыстырып отырып әсер етуші факторлар атады. Не себептен жәнегі бір мемлекеттерде өте жоғары, бір мемлекетте өте төмен, соны айтамыз. Енді өмір сүру ұзақтығын көрсеткіштерін қарастыратын болсақ, бұл жерде Қазақстан бойынша бізге берілген ақпарат. Гендерлік айырмашылықтар, қала мен ауыл тұрғындарының айырмашылықтары және де аймақтық айырмашылықтар. Бірінші бізде гендерлік бойынша Қазақстанда әйелдердің өмір сүру ұзақтығы 79 жасты құрайды екен. Ер адамдарда бұл 70 жас, яғни 71 жасты құрайды екен туылған кезінде. Өте төмен екен, былай қараған кезде әйелдермен салыстырған кезде өте төменірек. Екінші, қала мен ауылдың жасты салыстыратын болса, бұл жерде қалаларда 75,73 болатын болса, ауылдарда 70, яғни 1 жас аралығында қамтиды екен. Аймақтық бойынша қарастыратын болсақ, Алматыда ең жоғарғы өмір сүру ұзақтығы екен, 77 жасты құрайды екен. Ең төменгі бізде ол Ұлытауды құрайды, 71 жас. Қазақстандағы әйелдер арасындағы өмір сүру ұзақтығының жоғары болу себептерін атаймыз. Не себептен ерлерден қарағанда әйел адамдардың өмір сүру ұзақтығы жоғары болып келеді, көбірек болып келеді. Келесі, үшінші көрсеткішке тоқталамыз. Бұл жерде жалпы ұлттық өнім болып есептеледі. Жалпы ұлттық өнім дегеніміз ол белгілі бір кезеңде, әдетте бір жылда аламыз, өндірген барлық тауарлар мен қызметтердің жалпы құнын өлшейтін экономикалық көрсеткіш болып табылады. Оның айырмашылығын қарастыратын болса, біз білеміз, жалпы ішкі өнім деген бар, одан кейін жалпы ұлттық өнім деген бар екен. Салыстыратын болсақ, бұл жерде ел ішіндегі жалпы ішкі өнім деген ел ішіндегі өндірілген тауар мен көрсетілген қызметтің барлығын қоса есептеген кезде, соның ішінде шетелдік компаниялар болатын болса, оны да бірге ескеріп есептейтін құны болып есептеледі. Ал жалпы ұлттық өнім дегенге сол ұлтқа байланысты қалыптасады. Бұл жерде ол ұлт өкілі шетелде жұмыс істеп жүрсе де, ел азаматтарын табысы ғана есепке алады. Бірақ ел ішіндегі шетелдік компаниялардың табысын есепке алмайды. Яғни азаматтық қазақстандық па, ол егерде Кореяда ма, Англияда жұмыс істеп жүрсе де ма, оның жәнегі тапқан табысы да неседе ескеріледі. Енді келесі осы бойынша тапсырма беріледі. Ақыны қолданылып төменде берілген кестені толтыру керек. Бұл жерде жалпы ішкі өнімнің деңгейлері бойынша жоғарғы, орта, төмен бойынша әр екі мемлекеттен жазып шығамыз, және де оның көрсеткіштері қандай екені, және сол мемлекеттер қандай экономика саласы дамыған, соны жаза кетеміз. Ауыл шаруашылық па, өнеркәсіп жақсы дамыған ба, әлде қызмет көрсету саласы жақсы дамыған ба, соны жаза кетеміз. Енді АДИ-ға адам даму индексінің негізгі анықтамасы тоқталайық. Бұл білім деңгейі, өмір сүру ұзақтығы және жан басына шаққандағы кіріс бойынша елдердің даму деңгейін бағалайтын Біріккен ұлттар ұйымының көрсеткіші болып табылады екен. Бұның және негізгі үш компонент айттық қой, сол үш компонент қарастырылады. Енді сол бойынша қарастыра кетеміз. Мына кестеде бізде АДИ өте жоғары мемлекеттер, ол бізде Швейцария, Норвегия, Исландия, Гонконг, Дания. Әр неме бойынша бізде 5 мемлекеттер берілген. Одан кейін жоғары мемлекеттерге Болгария, Албания, Қытай, Армения, Бразилия кіреді екен. Ары қарай келе сансақ, орташа мемлекеттер бойынша бізде Венесуэла, Марокко, Ирак, Үндістан, Намибия кетеді екен. Төмен мемлекеттер бойынша Пакистан, Танзания, Малайя, Гвинея-Бисау, Чад. Яғни бұл негізгі берген ақпараттар енді бүкіл әлем бойынша және Біріккен ұлттар ұйымы сайтынан танысуға болады. Бұның көрсеткіштері бойынша. Енді бізге десе келесі зерттеу тақырыбында бізде актінің қолдануы төменде берілген тапсырма орындау керек. Табиғи ресурстар АДИ-ға қалай әсер етеді, адам даму индексін соны жаза кетемін. Мысалы, мұнай мен газ бар елдерге қалай әсер етеді, адам даму индексі, яғни Біріккен ұлттар ұйымының 17 тұрақты даму мақсаттары қалай байланысты АДИ-мен, 17 тұрақты даму мақсаты. Одан адам даму индексі елдердің даму деңгейі қаншалықты шынайы деңгейде, яғни шынайы түрде көрсетеді. Яғни бұл есептеу дұрыс па, дұрыс емес па, соғында не істейміз, баға береміз. Енді бүгінгі сабақ түсінікті болатын болса, канал қолдау білдірейік, канал бойынша ақпарат басқаны таратайық. Назарларыңызға рахмет.